Ал видео басламай тұрып менің телеграм каналыма тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Бұнда ютубта шығатын жаңа видео туралы ақпараттар болатын болады. Ссылка төменде. Тіркеліп кетіңдер. Том мен Джерри әлемдегі ең танымал мультфильмдердің бірі. Айтып тұрған ең бірінші нұсқасы 1940 жылы шыққан классика туралы. Сценарийінде Уильям Ханна және Джозеф Барбера отырғанда және мультфильмді Метро Голден Майер студиясы салған нұсқасы көптеген адамдардың балалық шағымен тығыз байланысты. Және мен де школ кезінде осы студияныкін қатты ұнататынмын. Әсіресе салынған стилі және фонда ойнап тұрған керемет сол кездегі джаз әуендері өзінің вайбын беретін. Ал сіздерге қалай? Комментарийға жазып кетіңіздер. Және комментарий жазып лайк басуды ұмытпағайсыздар. Бұл мульттегі басты кейіпкерлер, олар бізде Том есімді үй мысығы, кекшіл, бірақ ақымақтау, өзіне сенімді, бірақ көп жеңіліске ұшырайды. Және де айлакер тышқан Джерри, Томның қолына ұсталып қалмау керек кейіпкер. Арасында ешектің тірлігін істеп, көбінесе Томға өзі бірінші тиіседі. Және біраз бөлімде басты рөл арасында артқы планда ойнайтын кейіпкерлер, мысалға Ит Спайк және де оның ұлы Тайк, тышқан Джерримен дос және де Томды әрдайым мұратты жыртады. Томның қожайыны Кап-Карашка әпше. Томнан Джерриді ұстап алуын талап ететін кейіпкер. Қызығы кейіпкердің бетін бізге ешқашан көрсетпеген. Тек мойнынан бастап аяқ тұсына дейін. Бірақ бір бөлімде бұл кейіпкердің бет әлпетін біз көруімізге болады. Және Томның достары көше мысықтары және Томның ұнататын мысығы. Осы сорлы мысық шыны керек. Кішкентай тышқан Нибблс, Джерридің асыранды бала тышқаны. Осы кейіпкер расында да сүйкімді. Сюжет жағына келсек, әр бөлімде олар бір-бірімен қырылып, Том Джерриді ұстап алуға тырысады, бірақ көбінесе өзі жеңіліске ұшырап қалады. Бірақ арасында кейіпкерлер бірігіп, қиындықтарын бірге шешетін бөлімдер де бар. Студия 1940 жылдан бастап 58 жылға дейін 114 бөлімді салып шығарған болатын. Кейін 3 жылдан кейін бұл мультфильмді жасауға Джен Дайч студиясы қолына алды. Бірақ құрысын алмай қойғандар дұрыс еді. 1961 жылы бастап 62 жылға тоқтатылғанда тек 13-ақ бөлім шыққан болатын. Себебі ешқандай бюджет бөлінбеген болатын. Сол бюджеттің аздығы мультфильмге де өз әсерін тудырған болатын. Стилі авангард артхаустық стилде жасалған. Біртүрлі сезім қалдырады. Және фонда ойнап тұрған әуенде керемет деп айта алмайсың. Осы жаман сападағы мультфильмдер елге ұнай қоймады. Сондықтан студия бұл проектті тоқтатуына тура келді. Осы студентта стилі маған ұнамайтын. Өзіме ұнамайтын да бөлімдер де бар. Әсіресе Том өз қожайынымен уақыт өткізгенде. Мына кейіпкер байғұс Томды аямайтын жауыз әйтеуір. Тоқпақтайды басын қысады әйтеуір аямайды Томды. 13 бөліммен тоқтатқаны дұрыс болды енді. Бірақ келесі студияда мультфильмді керемет қылды деп айта алмаймын. Чак Джонс студиясы. Және дәл осы адам режиссер болып 1963 жылы осы мультфильмді салып бастаған болатын. Және екінші айтқан мультфильмге қарағанда проекті көбірек салған болатын. 1967 жылға дейін 34 бөлім. Өткен студияға қарағанда бұл студия кейіпкерлерді сәл әдемірек етті. Және фондағы дыбысты жаңартыпты. Біразда ұнаса, біразда ұнамады енді стиль әрине. Маған мысалға аса ұнамады шыны керек. Бұл жасауды тоқтатқан себебі лицензияның бітуі. Студия оны создырмай жасауды тоқтата салған болатын. Кейін көп жылдан соң 1980 жылы Ханна Барбера Продакшн студиясы мультсериалды қайттан жасауды бастады. 1990 жылға дейін қысқаша бөлімді 48 бөлім шығарған болатын. Стилі өзгеше, фондық дыбысын болады әрине. Бірақ ең бір түрлісі Том мен Джерри көбінесе достар, жаулар емес. Екеуі көбінесе елге көмектесіп жүретін мейірімді жануарлар болып кеткен екен. Ханна Барбера бұл жолы Том мен Джерриді кішкентай аудиторияға арнап жасағандықтан осындай болып шықты. Джерри бабочка тағып алыпты. Сүйкімді. Және соңғы студия осы мультсериалды жасауда қолына алған ол Warner Bros студиясы. 2000 жылдары бастап 2006 жылы Том мен Джерри ертегілері, 2014-тен 2021-ге дейін Том мен Джерри кеші, және де 2021-ден бастап Том мен Джерри Нью-Йорк деп аталатын қысқа сериалдар бөлімдер шығарған болатын. Осы студия осы проектке екінші тыныс бергенде. Кейіпкерлер ең бірінші нұсқаға ұқсас қылып жасалған. Және анимациялар сол кездерге расында да өте сапалы болып жасалған екен. Шыны керек, осы студияның жасағаны өзіме қатты ұнайтын. Тек сериалдардан басқа фильмдерде де осы студия жасаған. Олар бізде, ал бастай кеттік. Том мен Джерри кинода, Том мен Джерри сиқырлы сақина, Том мен Джерри Марсқа сапар, осы қатты ұнайтын маған. Том мен Джерри жылдан әрі түкті жарыс, Том мен Джерри мұртты қарақшылар, Том мен Джерри шелкөншек ертегісі, Том мен Джерри Шерлок Холмспен кездеседі, Том мен Джерри Оз елінің сиқыршысы, Том мен Джерри Робин Гуд және де көңілді тышқан, Том мен Джерри алыптар еліне саяхат, Том мен Джерри жоғалған айдаһар, Том мен Джерри сырлы тапсырма, Том мен Джерри Оз еліне қайта оралу, Том мен Джерри Вилли Вонка және шоколад фабрикасы. Және осы таңда ең соңғы шыққаны Том мен Джерри Life
Action. Осы проекттердің бәрін осы Warner Bros. Студиясы жасаған болатын. Тек 1992 жылғыдан басқа. Көрімізше бұл проект көп студияларды паналап, арасында керемет деп айту қиын сапада болып, соңында расымен де керемет студияның қолына түскенін көрдік. Өз ойым бұл керемет проект. Жай ғана бір мысық тышқанды қуалағанымен басталып, дәл осы мысықпен тышқан ендігісі әртүрлі мультфильмдерге кіріп, солардың сюжетіне байланысты алды. Ең қызығы ешқандай диалогсыз, кейіпкерлер мүлде сөйлемейтін. Әрине сөйлегенде сәттер болған басқа студияларынкінде, бірақ бұл жағына көзімізді жұма салайық. Уильям Ханна және Джозеф Барбераға үлкен рахмет. Уильям Ханна 90 жасында 2001 жылы 22 наурызда қайтыс болды. Джозеф Барбера болса 2006 жылы 18 желтоқсанда 95 жасында өмірден озған болатын. Бірақ олардың ойлап тапқан мысық пен тышқан туралы мультфильмі әлі де ұмытылмас мультфильм болып қалады. Рахмет сіздерге. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпағайсыздар. Өз ойларыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.